Достар, видео бастамас бұрын сендерге шағын конкурс ұйымдастырып кетейін. Бұл конкурста мен сендерге Free Fire'дағы 100 алмазды ойнататын боламын. Бұл 100 алмазды жеңіп алу үшін не істеу керек деп ойласаңдар, менің арнама подписаться ету керексіңдер. Осы видеоға лайк басу керексіңдер. Және осы видеоны 10 досына таратып, оларға да подписаться етіп, осы видеоға лайк басып кетіңдер деп айту керексің. Және де видеоны ашып, керемет комментарий жазып кетіп, Free Fire'дағы айдиіңді жазып кет. Сол мен рандомайзермен кімнің жеңгенін айтатын боламын. Сол кезде жеңген адамға 100 алмазды салып жіберетін боламын. Адамдар жануарларды сыртқы сүйкімділігіне қарай өте қатты жақсы көреді. Бірақ сыртқы сүйкімділердің барлығы жақсы жануарлар бола бермейді. Бүгін біз сіздерге топ 10 сүйкімді болғанымен өте қауіпті жануарларды айтатын боламыз. Алдын ала лайкты басып, арнаға подписаться етіп қойыңыздар. Және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер. Ендеше біз кеттік. Бірінші муравет. Бұл сырт көзге сүйкімді жануар, және де әлсіз жануар болып көрінгенмен, ол өте қауіпті жануарлардың бірі саналады. Қазір сіздер бұл сүйкімді жануардың қай жері қауіпті деп ойлап отырған болсаңыздар, бұл жануардың тырнақтары өте қауіпті. Оның бір тырнағы адамға тисе, және де ол жақсылап кіретін болса, адам өлетіні сөзсіз. Ол сол тырнақтарымен барлық жануарлардан қорғанады. Бірақ та мураветтердің көзі дұрыс көрмейтіндіктен, олар өздерінің соққыларын тәуекелмен жасайды. Бірақ сіздер осы кемшілігіне күліп, оны мазақ қылмаңыздар. Себебі мураветтер өзінің есесін қайтара алады. Екінші жануарымыз бұл толстый лори. Бұл жануар сырт көзге сүйкімді болып көрінгенмен, ол өте қауіпті жануарлардың бірі. Көптеген адамдар бұл жануарды экзотикалық жануар ретінде үйінде асырағысы келеді. Бірақ бұл жануардың қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Бұл жануардың жалғыз жақсы жері бұл сыртқы келбеті ғана. Бұл жануарлардың бір тістеуі адамды өлімге дейін әкеле алады. Сол себепті бұл жануарларға тек алыстан ғана қараған жөн. Жақын тұрып, қарауға мүлде болмайды. Соны ескеріңіздер, құрметті көрермендер. Келесіде қандай қызықты ақпаратты видеоға түсірейін, комментарияға жазып кетіңіздер. Үшінші жануар, үлкен панда. Пандалар бәріміз үшін сүйкімді жануар ретінде танымал, бірақ олардың ашулы күйін көрген адамдар да бар. Олар ашуланған кезде адам түгіл жануарларды да мерт қыла алады. Олардың күштері көп болғанменен, олар тіпті тез жүгіре алады, және де суда жақсы жүзеді, және ағашқа да жақсы өрмелейді. Сол себепті адамға пандадан қашу оңайлыққа тимесі анық. Сол себепті панданы босқа ашуландырудың қажеті жоқ. Және де ол пандаларды алыстан ғана бақылаған адамдар үшін жөн болады. Енді келесі жануарға кеттік. Бұл су арыстаны. Бұл өте қауіпті жануар. Сырт көзге өте сүйкімді, күліп отырғандай болып көрінуімен, олардың ашуы өте қауіпті. Оларды сүйкімді жануар ретінде бағаламаған жөн. Себебі сол жануарларды көргенде күліп, қандай сүйкімді жануар деп айтқан ботаник
ғалым Кристи Браун деген ғалымды әлгі су арыстаны су түбіне алып кетіпті, және де ол 70 метрлік төмендікке алып кетіпті. Ол жерде ол өмірімен қоштасқанша ұстап тұрыпты. Осыдан кейін сіздерді су арыстанына деген ойларыңызды өзгертті деген ойдамын. Ендігі 4-ші жануарымыз бұл казуарлар. Бұл өте әдемі құс, және де ең үлкен ұшпайтын құстардың бірі. Ол Жаңа Гвинеяда тұратынын білесіздер ме? Ұзындығы 180 сантиметрге дейін жетеді. Бұл жануардың әдемілігіне қарап, оны ұстап көруге тырыспаңыз, себебі ол өте қауіпті екенін айтқан болатынмын, және де оның адамға шабуылдаған кездері аз емес. Әсіресе оның жұмыртқаларына немесе балаларына жақындаған кезде ол ешкімді де аямайды. Және де олардың тырнақтарын көрген боларсыңдар. Олардың тырнақтары өте қауіпті, және де олар 10 сантиметрге дейін жетеді. Суретте көргендей, олар 1 метрге дейін секіре алады. Және де олардың аяғы мен соққысы өте мықты болады. Достар, осымен бүгінгі біздің өте сүйкімді, бірақ та қауіпті жануарлардың топтамасының 1-ші бөлімі аяқталды. Егер де осы топтаманың 2-ші бөлімін, яғни қалған 5 жануарын қаласаңдар, арнаға тіркеліп, 50 подписчик жинап, және де тағы да осы видеоға 30 лайк жинап тастайық. Ал бұны жинау үшін сендер осы видеомен достарына бөлісіңдер. Ендеше біз